2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жариялады. Бұл дегеніміз мынау еңбек адамдарына деген халықтың ерекше құрметінің белгісі деп білуіміз керек. Шығыс Қазақстанда экономиканың негізгі салаларын кадрлармен қамтамасыз ету міндеті тұр. Өйткені жоғарыда отырған біздің жұмыс берушілердің қайсысын алып қарасақ та білікті, білімді, жоғары деңгейлі мамандар барлығына қажет. Сондықтан да сіздер, студенттер, әр күндеріңізді босқа өткізбей, жан-жақты өздеріңізді жетілдіріп, бұйыртса осы керемет біздің кәсіпорындарға таптырмайтын мамандық иелер болып барыңыздар. Сол жерден өсіп, өніп, жақсы еліміздің алдыңғы қатарлы мамандық иелер болып шығыңыздар. Өскемен көпсалалы технология колледжінің студенттері өзіміздің қаламыздағы ірі кәсіпорындарға іс тәжірибеге орналасуда. Оның ішінде бізде Үлбі металлургия зауыты, Қазмырыш жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, конденсаторный зауыты, Қазминералс, Ақтоғай сияқты ірі кәсіпорындарға іс тәжірибеге орналасады. Және де айтып кететіндей, біздің студенттерге осы кәсіпорындардан целевая подготовка деген бар қазіргі уақытта. Сол арқылы балалар бізде білім алып, одан кейін білімін аяқтағаннан кейін сол кәсіпорынға жұмысқа орналасады. Одан бөлек бізде осы мысалға Қазминералс, Ақтоғай кәсіпорыннан бізде гранттар бөлінуде. Сол гранттардың арқасында қазір бізде негізінен 25 грант бөлінген, соның 17 баласы сол кәсіпорында жұмысқа орналасуда, қалған балалар біздің колледжде өздерінің білімін жалғастыруда. Бірақ дегенмен де олар колледжде білімін аяқтағаннан кейін осы кәсіпорынға жұмысқа орналасады.